тілеймін бақытты ғұмыр, ашық аспан, жалғанда тілек бар ма одан асқан, алдарыңызда табынай әулеті, ата салтын өсиетін асқақ тұтқан, адалдық пен ізгілікті жақтаған, мерейлі зор отбасымен мақтанам, жоғалтпаған қадір менен қасиетті, ұлт тірегі құндылықты сақтаған. Анашым бұл не? Балам, бұл біздің қазақ ұлтының киелі ұлттық аспабы домбыра. Домбыра қазақтың ең көне және кең тараған ұлттық музыкалық аспабы. Бұл екі шекті, ұзын мойынды, шертпелі аспап. Бұл аспаптың ерекшеліктері екі шегі болады, саусақпен шертіліп ойналады, ағаштан жасалады, күй, терме, жыр орындауға арналған аспап болады. Бұл барлық ақпарат түсінікті ма балам саған? Иә, анашым. Анашым не сөйледі? Бұл ою. Қазақ халқының ұлттық өрнегі, сәндік безендіру өнері. Оны киімге, текеметке, кілемге және ыдыс-аяққа, әшекейлерге салады. Оюдың әр түрлі мағынасы бар балам. Ою тек әдемілік үшін емес, әр өрнектің өзіндік мағынасы бар. Гүл өрнектері әсемдіктің, нәзіктіктің, әдеміліктің символы болып есептеледі. Солай балам. Ахмет, анашым айтқан түсіндің ғой, иә? Ағытай. Ахмет, кел бірге қамшы өрейік. Анасым ол қандай жер? Бұл музей балам. Ол ата кім анасы? Балам, бұл Әбіш Кекілбаев атамыз. Еңбекке баулып баласына үйретер өнерін, жақсылыққа жетелер қыран құстай, жан-жақты дамуға зор талабымыз. Анасымын 4 жасар ұлым Ахметтің, өнерге жаны жаққан баламның.